кандай мамандык ээси болгуң келеді, неліктен? Тіс дәрігері. Өйткені ол менің бала күнімдегі басты арманым. Сол мамандыкка жетүү үчүн өзүң қазір кандай кадамдар жасап жүрсүң? Онда қадам жасау үшін мен биология және химия пәндерін оқып жүрмін. Бұл мамандықтың адамдарға қандай пайдасы бар деп ойлайсың? Бұл мамандықтың адамға пайдасы ол адамдардың тісін емдеу және адамдардың денсаулығын сақтау. Таңдаған мамандығыңның қоғамға қалай көмектеседі деп ойлайсың? Мен мұғалім мамандығы қоғамға өте пайдалы деп ойлаймын, себебі ол жаңа буынды тәрбиелейді және де білім береді. Болашақта өз мамандығыңмен қандай маңызды нәрсе жасағың келеді? Мен болашақта жаңа буынға қазақ тілін жақсартып, қазақ тілін дәріптегім келеді. Таңдаған мамандығың қоғамға қалай көмектеседі деп ойлайсың? Мұғалім болу үшін әрбір баламен жеке жұмыс жасау керек. Бұл көптеген сабырлылық пен табандылықты талап етеді. Қандай қабілеттерің немесе пәндерің саған мамандық таңдауға көмектесіп жатыр? Биология мен химия пәндері маған өте көмектеседі және менің талпынысым. Таңдаған мамандығыңның ең қызықты жағы қандай? Таңдаған мамандығым адамдарды емдеу және олардың денсаулығы үшін көмектесу. Осы мамандықты таңдауыңа кім немесе не әсер етті? Осы мамандықты таңдауыма менің кіндік әкемнің балалары және кішкентай кезімнен бақыттаған әкем себебі. Балалық шағыңнан бері қандай мамандықты армандайсың? Балалық шағымнан бері менің арманым дизайнер болу, өзіме жеке бренд ашу. Сол мамандық туралы алғаш қайдан білдің? Екінші сыныбымда пән мұғалімі үйреткен. Бұл мамандық сені несімен қызықтырады? Мен балалық шағымнан бері сурет салатын болғандықтан, сурет саласында жүргендіктен дизайнер мамандығына қызығып таңдап отырмын. Болашақта қандай мамандық иесі болғың келеді? Мен болашақта финансист болғым келеді. Сол мамандыққа жету үшін өзің қазір қандай қадамдар жасап жүрсің? Өзінің бөлек пәндерін оқып жүрмін. Бұл мамандықтың адамдарға қандай пайдасы бар деп ойлайсың? Адамдарға қаржылық сауаттылығын үйреткім келеді.